әндерімді тыңдап, өз пікірлерін жиып, алғы сөзін жазды. Сол кітабымның шыққан әндерімді өзімдікінде, мұқағалидың әндерін ұнағанын айтты. Қанышпен мені қолдап, арқалықта алматымен келістіргендей болды әсері деп сөзді айтқаны әрине ол кісінің маған мемлекеттік сыйлықтың бергендей соған тең болмаса содан тең болған жоқ. Ол кісі мен дейді өлеңдерді жазғанда өзінің ақындарымен жарысып жазғым келеді. Сондықтан сен де ән жазғанда барлық сазгерлермен жарысып жаз, солардан кем жазбауға тырыс деп сондай ақыл беруші. Ағайдың қолында үкімет заманында шыққан теріден қапталған радио мен диктофон екеуі бірге қосылған сондай аппарат болды. Кассетында соған салып тыңдағанда маған ерекше көзге түскені әнді диктофонға қарап отырып тыңдамады. Терезенің алдына қойды дағы, сосын келесі жаққа бұрылып, сол сыртынан қойған диктофонның әуенін сөйтіп тыңдады. Тыңдаған кезде тек қана сол әуенге, сөзіне ерекше көңілі болып, сол сыртымен отырып тыңдағаны сол есінде қалды. Шай ішіп отырып әңгімелесіп, шығармашылық жағында сөз қозғалса деп, көп жыл бойы сенімен бірге жүрген інісіндей болып қасында отырып әңгіме құрып еді. Қасымбек Салық өзі тірісінде бірқатар мемлекеттік орден медальдармен марапатталып, солтүстік Қазақстан және бұрынғы Жезқазған, Көкшетау облыстарының құрметті азаматы атанды. Өмірде қаламгерлік пен қайраткерлікті қатар ұстап, өзінің мәңгілік сара жолын салған абзалымыздың өнегелі ізі ешқашан өшпейді. Терең тебіреністі, сұлу саз әндерімен халқының жүрегін жаулап алған жақсы көрді Сейіт 49 жасында өмірден озды. Оның есімі елімен мәңгі бірге жасау керек. Өйткені артында өзі әншілер қалды. Сіздердің тыңдағандарыңыз жадымда қалған сол әуен хабары. Авторлары жүргізушісі Ғалия Есқұлова, әуеннен әрлеген Қайсар Тұрмағанбет. Амандықпен кездескенше. Әуен толқынында балалар әндерінің балапансыз концерті. Мейрамгүл Жаманқұлованың әні Балдәуреннен думан орындайтын тамшылар тобы. Елама музыка шықты. Елама музыка шықты екен. Елама музыка шықты. Енді шеш қойсай. Бүйтіп шеш қой. Мен жүрегімнен батырып